Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай джем қосылған песочный пирогтың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді, қолжетімді заттармен жасалынады. Сонымен қатар қонақтарыңыздың алдына қойсаңыздар, өте әдемі көрініп тұрады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Отбасыңыздың сүйікті пирогына айналатынына сенімдімін. Менің басқа да рецепттерімді жіберіп алмас үшін дәл қазір менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал онда бірге бастайық. Іске сәт. Ең алдымен осындай үлкен шұңқыр ыдысқа ұн саламыз. Оның үстіне 10 грамм қопсытқышты саламыз. Қоспалардың барлық нақты мөлшерін описаниеге жазып қалдырдым. Сары майды үккіштен өткіземіз. Үккіштен оңай өткізілу үшін ұнға аунатып аламыз. Барлығын осылай өткізіп болғаннан кейін қолдың көмегімен жақсылап араластырамыз. Тез араластыруымыз керек. Келесі 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне қант және де сүт құямыз. Кішкене мөлшерде тұз саламыз және де осының барлығын қолдың көмегімен араластырып қамыр илейміз. Мінекей осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болу қажет. Енді қамырымызды салафанға салып жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Пергамент қағазының үстіне ұн сеуіп, қамырды осы пергамент қағаздың үстінде қолдың көмегімен жаямыз. Қамыр өте жұмсақ болғандықтан оқтаумен жаюдың қажеті жоқ. Осылай барлығын дөңгелек етіп жайып шығамыз. Келесі өзіміздің формамызға осы пирогты шеңбер етіп өлшеп аламыз. Шеңбердің шеттерінің барлығына осындай жолақшалар саламыз. Барлығы бірдей формада болуы қажет. Дәл видеода көрсетілгендей, осылай еректер жасап шығамыз. Бұл біздің пирогымызға өте ерекше көрік беріп тұрады. Бір көргенде қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ жасап көрсеңіздер өте оңай. Мінекей біздің формамыз өте әдемі болып шықты. Енді ортасына джем саламыз. Өз қалауларыңызша, менде сливадан жасалынған джем. Барлығын бір тегіс етіп жағып шыққаннан кейін пирогты формаға орналастырамыз. Жұмыртқаның бір сарысын өрілген қамырдың үстіне жағып шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіреміз. Мінекей достар, біздің пирогымыз да дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, жасап көрсеңіздер, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.